Қазақ тілі сабағы бойынша бүгін біздер етістік тақырыбымен танысамыз. Ол үшін дәптерімізді ашып, 1 сәуір етістік деп жазып қояйық балалар. Етістік дегеніміз не екенін білу үшін келесі видеоны дұрыстап қарайық балалар. Ай мектеп. Дана, байқадың ба? Көктем келгелі тіршілік оянғандай, далада қимыл қозғалыс көбейді. Аға, не көбейді дейсіз? Қимыл деген қозғалыс, іс-әрекет. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер қимылды білдіретін сөздер болады. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Ал енді сен айналадағы өзгерісті қимыл қозғалысты айта ғой. Ағаштар гүлдеді, жыл құстары келді. Балалар құстарға ұя жасады. Мал төлдеді. Адамдар көшеге жас шыбықтар отырғызды, гүл екті. Ал біз велосипед теуіп жүрміз. Сонымен балалар, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары: ал не істеді, не қылды, қайтты. Мына суреттерге қарап етістіктер табайық. Оқыды, жүрді, жеді, ойнады, жауды, қонды, айтады. Енді балалар, осы бойынша сөйлемдер құрастырып көрейік. Ағам кітап оқыды, Айгүл жүрді, ешкі шөп жеді, інім машина ойнады, жаңбыр жауды, көбелек гүлге қонды, Асқар велосипед айдады. Енді осы сөздерге сұрақтар қойып көрейік. Ағам не істеді? Ағам кітап оқыды. Айгүл не істеді? Айгүл жүрді. Ешкі не істеді? Ешкі шөп жеді. Інім не істеді? Інім ойнады. Жаңбыр не істеді? Жаңбыр жауды. Көбелек не қылды? Көбелек гүлге қонды. Асқар не істеді? Асқар велосипед айтады. Ал енді балалар, қолымыздағы 1 жаттығуға қараймыз. Суретке қарап, өзіңе ұнаған суретпен сөйлем құра дейді. 1 суретте балалар ағашқа су құйды, Марат жылқыны суарды, балалар ұя жасады деп сөйлемдер құраймыз. Қимыл атауларын білдіріп тұрған сөздерді ата дейді. 1 суретте құйды, 2 сурет бойынша суарды, 3 сурет бойынша жасады деген сөздер қимыл атауларын білдіріп тұр балалар. Бұл сөздер не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Балалар не істеді? Балалар ағашқа су құйды. Келесі 2 жаттығу балалар. Сөйлемдегі сөздердің қатесін тауып түзе. Мына жағында біздерге заттың атаулары берілген. 2 жағында етістік, яғни қимыл іс-әрекеті берілген. Бие мөңірейді, түйе мияулайды, қой үреді, сиыр қытқыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды деп қойыпты балалар. Енді осы жердегі біздер сөздердің қатесін тауып сәйкестендіруіміз керек. Бие кісінейді, түйе боздайды, қой маңырайды, сиыр мөңірейді, ешкі бақырады, ит үреді, тауық қытқыттайды, мысық мияулайды. Осы жерде бізде сәйкестендірген мөңірейді, мияулайды, үреді, қытқыттайды, кісінейді,
бақырады, маңырайды, боздайды деген сөздер балалар қандай сұрақтарға жауап беріп тұр? Дұрыс, не істейді, қайтеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Бұл сөздер балалар біздерде етістік болып табылады. Үшінші жаттығу: оқы, мәтінге ат қой. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Осы мәтін бойынша қандай ат қоюға болады осы мәтінге? Дұрыс, қайың деп атауға болады. Енді осы мәтіндегі бірінші сөйлемдегі етістікті тауып көрейік. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Не істейді? Өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Не істейді? Жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Не істейді? Өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Не істейді? Өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Бұл жерде етістік балалар жоқ, иә? Енді осы етістіктерді біздер тастап оқымасақ, сөйлеміміз түсініксіз болып қалады, балалар. Тиянақталған ойы білінбейді. Қайың тегіс және таулы жерлерде. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары. Оның майымен былғары. Ол улы газдарды. Қайың аса пайдалы ағаш. Бұл кезде балалар біздер сөйлемнің мағынасын түсінбей қаламыз. Енді біздерге түсініксіз былғары сөзі. Былғары деген сөзді түсіндірме сөздіктен қарап көрейік. Былғары ол киім екен балалар. Басқа да керек жарақтар тігуге арналып өңделген түрі. Төртінші жаттығу балалар. Мәтіндегі негізгі етістіктерді қоюымыз керек. Біздерге сөздер берілген. Сол жерде сөзге сәйкестендіріп етістік қойып, сөйлемді толықтыруымыз керек. Мысалы, көктем келді, жер. Осы жерде біздер не істеуі мүмкін жер? Көктем келген уақытта жер не істейді? Осы сұраққа жауап жазасыздар. Күн не істейді? Найзағай. Күн бір сөз қойып балалар. Найзағай. Осы сөйлемді мұқият қарап, мағынасы сәйкес келетіндей етіп құрастыруларыңыз сұралады. Дәптерімізді ашып, осы төртінші жаттығуды әдемі, көркем жазамыз балалар. Шығармашылық жұмыс. Экранның оң жағында балалар етістіктер, яғни қимыл әрекеттер жазылып тұр. Сол жағында суреттер тұр. Осы суреттермен етістіктерді байланыстыруымыз керек. Мысалы, қоздайды, бұзаулайды, лақтайды, боталайды, құлындайды дейді. Дұрыс. Бие құлындайды, ешкі лақтайды, сиыр бұзаулайды, түйе боталайды, қой қоздайды. Бұл балалар біздерде етістіктерді. Етістіктердің бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша не іс-әрекетті білдіретінін білдік, қимылды білдіретінін білдік. Етістіктің сұрақтарына не қылды, қайтты, не істейді деген сұрақтар жатады. Бесінші жаттығу. Жұмбақ. Әсем бақта ән салады, әніне жұрт тамсанады. Не істейді? Салады. Не істейді? Тамсанады. Осы етістіктер бойынша балалар жұмбақтың шешуін тауып көрейікші. Әрине, бұл. Осы жұмбақты дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Келесі тапсырма балалар. Күшіктің іс-әрекетін білдіретін сөздерді тап. Күшік не істейді балалар? Ойланайық. Күшік шоқыды деуге бола ма? Күшік ойнады. Болады, дұрыс айтасыңдар. Үрді. Күшік күзетеді. Күшік секірді. Күшік ырылдады. Ал күшік оқыды деуге болады ма? Болмайды. Күшік ұшты деуге болады ма? Болмайды. Дұрыс айтасыздар балалар. Күшік ойнады. Күшік үрді.
Күшік күзетеді, күшік секірді, күшік ырылдады. Міне, осы сөздермен ғана байланыстыра аламыз. Дәл осындай етіп, мысық деп өздеріңіз мысықтың іс-әрекеттерін жазып, дәптерге жазып көрсетіңіздер. Кері байланыс дәптерден суретке түсіріп жіберерсіздер. Балалар, енді келесі бейнероликке көңіл аударып, назар қойып тыңдайық. Сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой. Кел екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Балалар, сонымен біз бүгін заттың қимыл іс әрекетін білдіретін сөздердің етістік екенін білдік. Және сөздерге сөйлемдер құрадық. Сөйлемнен етістікті тауып, оған сұрақ қойып үйрендік. Етістіктің ережесін жаттап аламыз. Сабақ аяқталды.